Мен Ерсайынов Марсель, Атырау қаласы Нұрғиса Тілендиев атындағы мамандандырылған мектеп-гимназия интернатының 11-ші сынып оқушысымын. Таңдап отырған тақырыбым еңбек адамы елдің тірегі. Қайтса да жылы жаққа күзде құсын, қалады әр мезгілдің іздері шын. Бүгінгі байқаудан да бір із қалсын, көрсетіп ақындардың ізденісін. Тақырып берді еңбек адамы деп, ондай жан кімге болсын үлгеді шын. Еңбек адамдарының түрі көп қой, қалған өмір жолында сүрлеу үшін. Мен үшін ең мықтысы ұстаз жандар, тосылмай айтсын ақын тілдегісін. Өз басым ұстаздарға алғыс айтам, баланың тілін таба білген үшін. Әр үйдің еркесіне ерте кештен ерінбей білім берген күндер үшін. Ертеңгі сабағына жоспар жасап, қағаз жазып өткізген түндер үшін. Ол жандарға әр адам алғыс айтат, өмірін дәл осылай сүрген үшін. Бір оқушы мұңайса, бір мұңайып, күлсе бірге қуанып күлген үшін. Қай шәкірт қатысса да қай жарысқа, қолдайды үйдегісін, түздегісін. Осындай қолдауменен әрбір бала өнері білім айдында жүзген үшін. Ұстаздарға бас иіп алғыс айтам, шәкірттерін жетелеп жүрген үшін. Ерен еңбектеріңді ел біледі, тілегім өздеріңе ізгеді шын. Адамзаттың анасы ұстаз деген, бар өмірін арнайтын біздер үшін.